Ақмола облысы Қошы қалалық сотының судьясы Самитаева қаулы етті. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 667 бабының бірінші бөлігінде көзделген құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танылып, осы бап бойынша 5 тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алынсын. Мен Самитаева Диана Ерлановна қазіргі уақытта Қошы қаласы сотының судьясы қызметін атқарамын. Сот жүйесіндегі еңбек өтілім 11 жыл. Еңбек жолында Астана қаласының мамандырылған ауданаралық экономикалық сотында бас маман, сот отырысының хатшысы қызметінен бастадым. Бұл сотта 9 жылға жуық уақыт жұмыс істеп, сот ісін жүргізудің қыр-сырын терең меңгеруге, сот процесінің барлық кезеңдерін тәжірибе жүзінде игеруге мүмкіндік алдым. Бұл мен үшін үлкен кәсіби мектеп болды. Кейіннен Жамбыл облыстық сотына ауысып, ұйымдастыру талдау бөлімінде қызмет атқардым. Бұл кезеңде сот жүйесінің жұмысын талдау, сот практикасын зерделеу, сот актілерінің сапасын арттыру бағытындағы жұмыстарға қатысып, тәжірибемді кеңейттім. Сот жүйесінде жинақтаған тәжірибе мен кәсіби даму жолындағы мақсаттарым мені Қазақстан Республикасы жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясына түсуге жетеледі. Академиядағы оқу мен үшін ерекше маңызды кезең болды. Мұнда судьяларға қажетті кәсіби білім мен дағдыларды тереңдетіп, құқық қолдану практикасын, сот этикасын, дәлелдемелерді бағалау қағидаттарын, сот актілерін жазу міндеттерін жан-жақты меңгеруге мүмкіндік алдым. Академиядағы білім мен тәжірибе менің болашақ судья ретіндегі кәсіби қалыптасуыма үлкен үлес қосты. Академияны сәтті аяқтағаннан кейін тамыз айында судья лауазымына жоғары сот кеңесі жариялаған конкурсқа қатыстым. Конкурстық іріктеу бірнеше кезеңнен тұрды. Кәсіби білімді бағалау, әңгімелесу, кандидаттың іскерлік және адамгершілік қасиеттерін жан-жақты зерделеу. Осы жауапты кезеңде маған сенім білдіріп, кәсіби қабілетімді жоғары бағалағаны үшін жоғары сот кеңесіне алғысымды білдіремін. Конкурстың қорытындысы бойынша судья лауазымына ұсыным алдым. Қазақстан Республикасы президентінің 2026 жылғы 2 наурыздағы жарлығына сәйкес мен Қошы қаласы сотының судьясы қызметіне тағайындалдым. Менің кәсіби жолым сот жүйесінде еңбек етіп жүрген әрбір маман үшін судья болу қол жетпейтін мақсат емес екенін дәлелді деп ойлаймын. Ең бастысы кәсіби білімді үздіксіз жетілдіру, заң мен әділдік қағидаттарына адал болу, өз ісіне жауапкершілікпен қарау және өз күшіне сену. Егер біз заңға адал қызмет етуді басты мақсат етсек, онда маманнан судьяға дейінгі жол жай ғана арман емес, саналы түрде таңдалған кәсіби биіктік.